Білесіз бе, сіздің сүйікті түсіңіз сіз туралы біраз ақпарат бере алады. Бұған дейін түстер психологиясын білмеген болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріп, сүйікті түсіңіздің сіз жайлы қандай сыр шертетінін біліп алыңыз. Бәрін білгім келеді канал арқылы, бәрін білгіңіз келсе, қазақша контентті қолдап, каналға тіркеліп, лүпіл басып, жақындарыңызбен бөлісуіңізді сұраймын. Ақ түс. Егер сіз ақ түсті жақсы көретін болсаңыз, демек сіз қайырымды, әділ, жаны таза, сезімі кіршіксіз жансыз. Ақ түсті таңдайтын адамдар әдетте жинақы, адал ниетті, ашық болып келеді. Ақ түс қуат синтезі. Сондықтан болар көптеген елдерде ақ түс шындықтың, пәк тазалықтың символы болып табылады. Өзге түстердің арасында ақ түс 90% адамға сөзсіз жарасатын түс. Ақ түсті алдына биік мақсаттар қойып, көп армандайтын арманшыл адамдар таңдайды екен. Өзіңіз жайлы жақсы пікір қалдырып, реңіңізді ашып, толықтау болып көрінгіңіз келсе, ақ түсті таңдауға кеңес беремін. Қара түс. Егер сіз қара түсті жақсы көретін болсаңыз, оның сиқырлы түс екенін біле жүріңіз. Қара түс көп мағына береді. Бір жағынан бұл түсті қараңғылық, қара күш, қарама-қайшылықпен байланыстырса, бір жағынан қажырлық, қайсарлық, шыдамдық, сенімділікпен сипаттайды. Демек, қара түсті жиі таңдайтын адамның бойынан да осы қасиеттерді кездестіруге болады. Қара түсті тағдырдың ағысына қарсы тұра алатын, тәуелсіз, өзі туралы көп айта бермейтін, бірақ өзіне бек сенімді жандар таңдайды екен. Өзіңізге деген сенімділікті айқын көрсетіп, арық көрінгіңіз келсе, қара түсті киімдерді таңдауға кеңес беремін. Қызыл түс. Қызыл құмарлық түсі. Егер сіз дәл осы түсті жақсы көрсеңіз, демек сіз ерік жігері мықты, билік құмар, көп жағдайда ашушаң адамсыз. Қызыл ең жылы түс. Оны байлықтың, энергияның, махаббаттың түсі дейді. Көп елдерде қызыл түсті қызбен байланыстырады. Қызыл от, қызыл қан, қызыл гүл, қызыл жүрек, мұның барлығы құштарлықты, қызығушылықты оятады. Албырт, белсенді, тез шешім қабылдайтын, өмірге құштар жандар көбіне қызыл түсті киімді таңдайды екен. Жасыл түс. Жасыл түсті жақсы көретін болсаңыз, демек сіз еркіндікті сүйгіш, өзімшіл, өзіне ең жоғарғы баға беретін адамсыз. Жасыл түсті таңдайтындар өзінің құндылығына сенімді, белсенді болады. Егер жұмыс орныңызда, үйіңізде гармония орнатып, жүйкеңіздің тынышталғанын қаласаңыз, дәл осы түсті таңдаңыз. Жасыл жаңарудың, жастықтың символы. Өз жасыңыздан әлде қайда жас көрінгіңіз келсе, гардеробыңызда жасыл түсті киімдердің санын көбейтіңіз. Сары түс. Егер сіз сары түсті жиі таңдайтын болсаңыз, сіз құлшынысы өте жоғары, өзгеріске ашық, бірақ сабырсыздау адамсыз. Психологияда сары түске құмар адамдар өте жылдам, әрі тұрақсыз деп пайымдалады. Сары түс адамды қуанышқа, болашаққа бағыттайды. Сары түс адамның ойлау, тез қабылдау қабілетін жақсартады. Әдетте бұл түсті қуаты мол, шығармашылыққа жаны жақын адамдар таңдайды екен. Көңіл күйіңіздің көтеріңкі болып, елден ерекшеленгіңіз келсе, сары түсті киімді жиі таңдауға кеңес беремін. Сұр түс. Сұр түс еркіндіктің нышаны. Бұл түсті таңдайтын жандар белгілі бір жүктелген міндеттен ада болғысы келеді. Ештеңеге араласқысы келмейді. Көпшілік ортаны қаламайды. Ортада оның бар жоғы байқалмайды. Олар тыныш, бір беткей өмірді таңдайды.
Сұр түсті жақсы көретін адам пайымшыл, не жасаса да ойланып жасайды. Көп адамға сене бермейді. Олар шешімді де өте ұзақ қабылдайды. Өздері жайлы ашық айтудан тартынады. Оларға ішкі комфорт өте маңызды. Қоңыр түс. Қоңыр түс тыныш, жайлы атмосфераны қамтамасыз етеді. Ол өте жағымды түс. Психолог мамандар бұл түсті ұнататын адамдар, өмірден мол тәжірибе алған адамдар. Олардың өз тәртібі бар. Ойлары кемелденген, байсалды, салмақты жандар дейді. Егер сіз осы түсті өмірде жиі таңдайтын болсаңыз, демек, сіз шыдамды, өз ойынан қайтпайтын, өте сабырлы адамсыз. Сізге өзгелердің сөзі әсер етпейді. Өйткені сіз өзіңізге сенімді, жан дүниесі өте бай адамсыз. Көк түс. Егер сіз көк түсті жақсы көретін болсаңыз, сіз ең алдымен жан тыныштығын ойлайтын, молшылық пен татулықты бірінші орынға қоятын адамсыз. Көк түс сенімді білдіреді. Көк түсті бойында жастық албырттығы сақталған, байсалды, тұрақтылықты жақсы көретін адамдар көп таңдайды екен. Сенім артуға тұрарлық, ойы кемелденген, салмақты, қарапайым жан болып көрінгіңіз келсе, гардеробыңызда көк түсті киімдердің санын көбейтуге кеңес беремін. Назарыңызға рахмет.